Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда біз котлет әзірлейміз. Котлетімізді тауық етінен дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар жаңағы мынандай 3 тауықтың жамбас еті, немесе окорочка дейміз, және 1 пияз, 4 сарымсағымыз, батон нан керек, 2 кусок, 1 жұмыртқамыз, және нанымызды шылағанға сүт керек, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз қажет болады. Біз тауық етінің осы жамбас етінен дәмді болады, және біз алдын ала ертіп, құрғатып алуымыз керек. Төс етінен де дайындасаңыздар болады, бірақ төс етіміз кішкене құрғақтау, сондықтан осы жамбас етімен дәмді шығады. Біз енді қазір сүйегінен ажыратып аламыз, жұмсақ еттерін бәрін, сосын мясорубкамыздан өткізіп шығамыз. Фаршымызды дайындап алғанша батон нанымызға сүтімізді құйып қоямыз. Нан сүтті сіңіру керек толығымен. Біз тауық етімізді сүйегінен ажыратып алдық, жұмсақ еттерін және пиязымызды турап алдық. Енді осы барлығын біз мясорубкадан өткізіп шығамыз. Тауық етімізді, пияз, сарымсақ, батон нанымызды барлығын мясорубкадан өткізіп алдық. Осындай фарш шығады. Енді біз тұз, қара бұрыш, жұмыртқа және айтуға ұмытып кетіптім, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тауық етіне арналған алдым. Араластырып дайындап алдық. Тұз, бұрышымызды көз мөлшермен аламыз, өйткені фаршымыздың көлеміне қараймыз. Енді біз тақтайымызға ұнымызды сеуіп алдық. Қолымызды сулап аламыз. Және алып котлеттің формасын келтіреміз. Өздеріңізге қалаған формада дайындасаңыздар болады. Осылай ұнға аунатып аламыз. Осылай котлеттерімізді дайындап аламыз. Біз котлеттерімізді дайындап алдық. Жаңағы фаршымыздан 13 котлет шықты. Енді табамызға майымызды құйып, қыздырып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Майымыз қызды. Асты сарғайған кезде екінші жағына аударамыз. Біз котлеттерімізді майға қуырып алдық. Енді буға 25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, біз бүгінгі котлетімізді әзірлеп болдық. Сондай жұмсақ, арасы өте дәмді. Гарнирға күріш пісіріп алдық.
Ал сіздер өз қалауыңызша гарнир жасай аласыздар. Макарон немесе гречкамыз, картошка пюре қойсаңыздар болады. Мен күріштен гарнир жасадым. Өте дәмді котлетіміз.